Гильермо Дель Тороның фильмін көрген шығарсыз. Сол режиссер мынандай кеңес айтады: егер сен режиссер болғың келсе, айта берме дейді. Айта берме, бол. Өйткені режиссер болудың қазір сан мың түрі бар. Ең оңай жолы қолыңа смартфон алып, азғантай сценарий жазып, өзіңнің достарыңды, аға қарындастарыңды, бауырларыңды актер қылып түсіру дейді. Сенбі жексенбі күндері түсіруге болады, егер сен басқа күндері жұмыстан қолың тимесе. Бірақ істеймін деген адам істейді. Режиссер болудың ең бір төте жолы ол өзің сценарий жазу. Ешкімді күтпеу, өзің сценарий жазу. Ол үшін саған минимум ресурстар керек. Қандай ресурстар? Қағаз, қалам. Немесе ноутбугың, макбугың, компьютерің, енді қазір болмаса смартфонға да жазуға болады. Жалпы болам деген адам ол жүрмейді сипақтап. Болады, жасайды, жазады, түсіреді. Сондай-ақ тағы бір осы жастарға керек маңызды нәрсе жоқ деген сөзге үйрену. Біздің өмірімізде біз жоқ деген сөзге үйренеміз. Көп кездесеміз. Біздің өмірімізде жоқ деген сөз өте көп болады. Енді қайда бармасаң да жоқ. Режиссер жалпы өмірінде 10 жоба жазатын болса, соның 9-ында ол жоқ деген жауап естиді. Бұған ақша бере алмаймын, бұл жарамайды, бұл онша емес. Ол бәріміздің басымызда болады. Яғни, мысалы, маған біреулер жазады ғой Инстаграмға, дайректке, WhatsAppқа кейде жазып жатады: менде бір сценарий бар, соны сізге көрсетейін деп едім. Мен жоқ деймін ғой енді. Неге жоқ деймін? Өйткені менің өзімге уақытым тар ғой. Менде жұмыстарым бар, өзімнің мойныма алған міндеттерім бар. Мен басқа біреулердің сценарийіне уақыт кетіре алмаймын. Ол қазір уақыт өте қымбат. Сондай кезде жаңағы адамдар жұмыстарын тастап қоя салады. Мысалы, маған жоқ деп айтты деп, басқа бірдеңелерді, бір нәрселерге ренжіп кетіп қалуы мүмкін. Егер адам бір жоқ дегенде, екі жоқ дегенде, үш жоқ дегенде, тіпті 10 жоқ деген кезде кетіп қалатын болса, онда бұл салаға келуіне керек жоқ. Кино сценарий саласына, кинорежиссураға келіп уақыт кетірудің қажеті жоқ. Ал біздің салаға келген кезде адамдар жоқ деген сөзге үйрену керек және соған қарсы жұмыс істеу керек. Сен дәлелдеуің керек. Сол жоқ деген, мысалы, мен сізге жоқ дедім ғой, Гильермо Дель Торо айтқандай. Сен менің жоқ дегенім үшін мені өкіндіруің керек қой, біраз уақыттан кейін. Қараш, мына жігіт маған келген кезде мен қарамай қойып едім. Қараш, қандай керемет сценарийға фильм түсіріпті. Менің де қатысым болар еді дегендей кешін жеткізу керек. Яғни бір беткейлік, осындай бір мінез керек адамға.